Қазақ халқы ежелден табиғи өнімдерді тұтынған. Таза тағамдарымыздың адам денсаулығына өте пайдалы екендігін ертеден бастан түсінген. Мал шаруашылығын қолға алып төрт түлікпен біте қайнасқан бабаларымыз әсіресе малдың еті мен сүтінен өте көп тағам түрлерін дайындаған. Наурыз думанын кең көлемінде тойлауға арналған биылғы жылдың күнтізбесіне енген ұлттық тағамдар күнінде төл тағамдарымыз молынан жасалуы тиіс. Сонымен қатар ұмыт болып бара жатқан кейбір тамақ түрлері дәл осы күні жаңғыру қажет. Әсіресе төрт түліктің сүтінен жасалатын тағамдардың орны ерекше. Олар бірыңғай денсаулыққа пайдалы дәрумендерден түзілген табиғи өнімдер. Мысалы, құрттың құрамында адам денсаулығына пайдалы дәрумендер бар екендігін хабардармыз. Ал кептірілген қатты құртты жастайынан жеген баланың тісі берік болатын екенін бірі біле бермейді. Қатты құрт тістерін қызыл тиектегі түбін беріктігі түсіп, оларды бұзылудан ұзақ уақытқа сақтайды. Ұлттық тағамдар күнінде аталарымыздан мирас болып қалған дәмі тіл үйретін тағамдарды бірі насихаттайық. Халқымыздың құрметті қонақтарға ұсынатын кәделі әрі оның басты тағамдардың бірі ет. Қазақтар сыйлы қонақтарға мал басын көрсетіп, табақ-табақ ет тартқан. Әр табақ қонақтардың дәрежесі мен жасына, іліктеп жолына, нағашы, жиен, құдағи, қыз бала, тағы да басқа сәйкес келу керек. Осыған орай табақ тарту бас табақ, сый табақ, кию табақ, келін табағы, жастар табағы, жай табақ болып бөлінеді. Аталған табақтарға сай ет сүйек мүшелері болады. Ол мүшелерді ауыстыруға болмайды. Қуырдақ соғыммен бірге жасалатын кәделі әрі дәстүрлі тағам. Соғым сойылған үйде қуырдақ пісірмеуі мүмкін емес. Ол тез піседі. Қуырдақты сұрып етпен өкпе бауырды, бүйректі майлы іші қарынға араластырылып қуырылып пісіреді. Жас етті кейде апаларымыз қаймаққа да қуырады. Мұны бал қуырдақ дейді. Сірне жас төлдің етіне пісірілетін дәмі тағам. Қозы мүшесін желіктеп қазанға салып, үстіне бие сүтін немесе жаңа тартылған сұйық қаймақ құйып, тұз салады да буын сыртқа шығармай бұқтырып шайымен қайнатады. Сонда сүт те қаймақ та етке сіңіп, оны сүйегіне дейін жұмсарып пісіп шығады. Ақ сорпа. Ерте замандардан бері қазақ семіз жылқы сиыр сойған кезде соғым сүйектерін далаға тастамай жинап қоятын болған. Ет таусылған жағдайда сол сүйектерді қазанға салып су құйып қайнатады. Майлы сүйектер қайнатылған кезде одан кәдімгі майлы сорпа шығады. Түсі ақшыл болғандықтан оны ақ сорпа деп ақтайды. Наурыз көже 22 наурыз мерекесі кезінде дайындалатын тағам. Оны әрі үйі жеті дәммен жасап, оған қазы шұзық қосылады. Әрі мерекемен құттықтауға келген қонақтарға зор ықыласпен ұсынылады. Наурыз көженің дәстүрлі мерекелік ұлттық тағамы өте зор. Ол баршаны мейірімділікке, ізгілікке, бірлікке, татулыққа шақырады.